Қылмыстық қолма-қол ақшаға ие болу мақсатында жалған фирмалар көптеген заңсыз схемаларды қолданады. Сол арқылы компанияларға салық төлеуден жалтартуға көмек көрсетеді. Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің барлық өңірлерінде қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыруға қарсы күрес жүргізеді. Шымкент қаласы бойынша аумақтық департамент мен 13 тұлғалардан құралған тобы қызметін жолы кесілді. Тергеу барысында 2019-20 жылдар аралығында қылмыстық топ қолма-қол ақшаға аударатын 18 фирма атынан жалған шот-фактураларды шығарумен айналысқаны анықталды. Олардың заңсыз айналымы 8,3 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде компаниялардың банктік шоттарынан 3,6 миллиард теңге қолма-қол ақшаға айналдырылды. Бұл компаниялардың кәсіпкерлік қызметі жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік техникалық базасы, қызметкерлер штаты болмаған. Қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде мемлекетке 1,9 миллиард теңгеден астам сомаға залал келтірілді. Топ мүшелері әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.